Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Бүгін сіздермен бірге осындай керемет, өте дәмді болып шығатын голубцы тамағын дайындайтын боламыз. Жеңіл әрі тойымды тамақтардың бірі болып табылады. Өте қарапайым заттардан дайындалатын болады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, соңына дейін көріңіздер. Алдымен осылай қазанымызға су құйып, содан соң капустамыздың осылай түбін алып тастайтын боламыз, өзегін. Оны жаңағы суымызға салып, бір қайнатып, жұмсартып алатын боламыз. Жұмсарып жатқан кезде осылай етімізді ұсақтап турап аламыз, немесе фарш қоссаңыздар да болады, немесе етті ұсақтағыштан өткізіп өздеріңіз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен осылай ұсақтап турап алғанды жөн санадым. Осылай ұсақтап етімді турап алатын боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, өте дәмді, пайдалы тағам болады деп ойлаймын. Бұрын бұл тамақты жасап көрмесеңіздер, міндетті түрде бүгін көрген кезде жасап көріңіздер. Арасында міндетті түрде капустаны осылай аударып тұрыңыздар. Етімізді соңына дейін әдемілеп турап болғаннан соң, капустамыз дайын болып қалады. Осылай дайын болған капустамызды бөлек ыдысқа алып, біртіндеп жұмсарған сыртын алып аламыз. Жұмсармаған жерін қайтадан кішкене уақытқа салып қоямыз. Осылай жұмсармаған бөлігін қайтадан салып қойсаңыздар болады, ол жұмсарып тұрады. Етімізді турап болған болсақ, бөлек ыдысқа салып, қалған заттарымызды турап аламыз. Осылай ұсақтап турасаңыздар әдемі болып шығады. Осылай ұсақтап турап болғаннан соң, бір кесе күрішімізді, сәбізімізді, пиязымызды және мен осылай орегано деген шөпті және қара бұрышымды, тұзымды салып араластырып алдым. Және үстіне кішігірім көк шөптерімді салып алдым. Біздің үйде кішкене ет жемейтін адамдар болғаннан соң жұмыртқамды араластырып, бірінші екі дана қырыққабатты осылай тек ет араластырмай, тек күріш жаңа заттарымызды салып жасап алатын боламын. Оны білмей қалмау үшін осылай қадап бір шетке қоя тұратын боламын. Ал қалған бөлігіне етті араластырып, бір келке етіп салып, әдемілеп түйіп шығатын боламыз. Міндетті түрде капустаның қалың жерін осылай кесіп алып тастайсыздар, сонда жақсы оралып шығатын болады. Өздеріңіз қалаған капуста түрін пайдалансаңыздар болады. Міндетті түрде осылай капустаның сырты жұмсақ болып тұруы қажет, сонда әдемі болып оралып шығатын болады. Өте дәмді тамақтардың бір түрі, осыны міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер, комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтетін боламын. Осылай барлығын дайындап болғаннан соң, қазанымызға кішігірім майымызды құйып, пиязымызды салып, томат пастамызды салып, және сәбізімізді салып, осылай қуырып, су құйып, үстіне капусталарымызды орналастырып, үстінен қайта су құйып, демдеп қоятын боламыз. 40 минут көлемінде дайын болады. Міндетті түрде осы тамақты жасап дайындап көріңіздер. Ал ас болсын, міндетті түрде пайдалы кеңестер каналына тіркеле кетіңіз.